Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар. Кітапты мұқабасына қарап бағалама. Күндердің күнінде жасы ұлғайған Жеңіс есімді кісі дәулетті адамның қолында үйдің айналасындағы тазалыққа қараушы болып жұмыс жасайды. Күнде таңертең Жеңіс үйдің қақпасын ашып, қожайынды жұмысқа шығарып салады. Көлікке мінген қожайынның түрі суық көрінгенмен, Жеңіс оған күнде сәлем береді. Бірақ ол ешқашан сәлемді Жеңіске қайтарған емес еді. Бұған Жеңіс іштей қынжылып, қожайын тәкаппар санай бастайды. Сондай күндердің бірінде кешкісін Жеңіс үйіне қайта бара жатқанда, қақпаның алдында азық-түлікке толған сөмкені көріп қатты қуанып қалады. Мұндай жағдай күнде қайталана бастайды. Жеңіс болса бұл азықтың кім беріп жатқанына мән берместен, бір жомарт жанның садақасы шығар деген ойда болып, әдеттегідей жұмыстан қайтқанда үндемей өзімен бірге алып кете береді. Бұл азық Жеңіс үшін күнделікті отбасына азық етуге жетіп артылатын. Осылайша арада жылдар өтеді. Кенет үйдің егесі қатты дертке шалдығып дүние салады. Сол күннен бастап әлгі азық салынған сөмкеде тоқтайды. Жеңіс болса түсінбей, жомарт жанның қайда кеткеніне алаңдай бастайды. Біраз күн өтеді, бірақ азық сол бойы қайда пайда болмайды. Ұзақ жылдар бойы отбасына азық етіп отырған сөмке болмағандықтан Жеңіс енді өзі дүкеннен азық сатып алуға мәжбүр қалады. Бұл оның қалтасына ауыр тиеді. Сосын ол өмірден өткен үй қожайынның әйеліне барып, айлығын біршама көтеруді сұрайды. Әйел болса оған қарап, сіз біздің үйде қызмет жасап жүргеніңізге біраз жылдар болды. Осы уақытқа дейін айлық туралы ауыз ашпаған едіңіз. Енді не жағдай болды, ақша жетпейтіндей дейді. Сонда Жеңіс сөз алып, әлгі азыққа толы сөмкені бірнеше жыл бойы пайдаланып, енді ол болмағандықтан ақшаға мұқтаждығы болғанын айтып, мән-жайды толық басынан баяндап береді. Сосын ол іштей айтпақшы, бұрынғы қожайынның бар кезде сол сөмке болатын. Кенет ол өмірден өткеннен кейін сөмкеде тоқтап қалды. Сонда сөмкенің бұрынғы қожайынмен қандай байланысы бар? Жоқ, бірақ ол маған күнде таңертең сәлемдеспей, қабағы тырысып жұмысқа кететін еді. Оның маған жаны ашуы мүмкін бе деп іштей түйеді. Мән-жайды білгеннен кейін әйел мұндай іске күйеуінің қатысы барын біліп, оның бұрынғы жақсылығын жалғастырайын деп ниеттенеді. Сосын ол күнде азыққа толған сөмкені дайындап баласына береді. Баласы болса оны Жеңіске жұмыстан қайтар уақытында табыстайды. Мұны көрген Жеңіс балаға қарап, сәлемін беріп, ризашылығын білдіріп жатады. Сонда ол үндемей, жауап берместен қарап тұра береді. Жеңіс болса даусын қаттырақ шығарып, рахметін айтады. Сол сәтте бала, айып етпеңіз, менің құлағым марқұм әкем секілді жақсы естімейді. Сондықтан көп жағдайда жауап бере бермейміз дейді. Сол уақытта Жеңістің көңілі босап, іштей қанжылып, бұрынғы сәлемге жауап қайтпайтын қожайынын еске алып, адамды сыртқы келбетіне қарап бағалауға болмайтынын түсінген екен. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыздар. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымызға жазылып, қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады.